Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгінгі 3-ші сынып математика сабағына қош келдіңіздер. Күніңізге сәттілік тілейік. Саған есеп үйреткен, пәнге қара құрметпен, санды тура табатын, қиын әрі қызықты математика болатын. Олай болса, балалар, бүгінгі сабағымыз судың балықтар тіршілігі үшін маңыздылығы тақырыбымен 3 таңбалы сандарды 1 таңбалы сандарға бөлу және бөлу тақырыбы бойынша өткен материалдарымызды бекіту сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты 3 таңбалы сандарды көбейту және бөлу алгоритмін қолдану, ондық разрядында 0 кездесетін 3 таңбалы санды 1 таңбалы сандарға көбейту және бөліндінің ондық разрядында 0 болатын кездегі 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға бөлу алгоритмін қолдану жұмыстарын жалғастырамыз. Енді балалар, біздер бүгінгі сабағымызда алтын балық кейіпкерімізбен саяхатқа шығамыз. Ол біздің арманымызды орындауға уәде берді. Ол үшін балалар, біздер алтын балықтың тапсырмасын орындауымыз керек. Математика күнделікті өмірде. Кішкентай су тасбақасына арналған аквариум еденінің ауданын есепте. Еденнің ауданы тасбақа орнататын ауданнан 5 есе артық болу қажет. Берілген аквариумға суреттегі су тасбақасын орналастыруға бола ма? Енді бұл есептің орындалуын қысқаша шартын құру арқылы жасамыз. Бірінші, біздер тасбақа орналасатын ауданның шартын құрамыз. Ұзындығы 5 см, ені 4 см болатын тасбақа орналасқан ауданын табуымыз керек. Екінші, аквариум еденіне қажет ауданды есептейміз. Ол тасбақа ауданы арқылы шығарылады екен. Үшінші, орындайтынымыз аквариумның ауданын табамыз. Енді осы берілген есептің шарты бойынша ойланайық. Енді шешуін орындаймыз. Ауданды табу ережесін есіміз бітірейік, балалар. Ұзындығы мен енінің көлемі ол ауданды береді екен. Олай болса, тасбақа орналасатын ауданның өлшемі 20 см квадрат. Аквариум еденіне қажет аудан ол тасбақа ауданынан 5 есе артық болу керек. Яғни оның жауабы 100 см квадрат. Келесіде біздер аквариумның ауданын есептейміз. Жауабы 1000 см квадрат. Аудандарды салыстырып қарайық. Аквариум ауданы аквариум еденінің ауданына қарағанда артық, яғни үлкен екен. Ал аквариум едені тасбақа ауданына қарағанда үлкен. Солай болса, берілген аквариумға суреттегі су тасбақасын орналастыруға бола ма? Иә, біздің жауабымыз болады. Өте жақсы, балалар. Тасбақа немесе балықтардың орналасатын үлкен орнын немесе ыдысын аквариумдар деп атаймыз. Енді хайуанаттар бағының 3 үлкен аквариумында 485 балық бар. Біріншісінде 109 балық, екіншісінде одан 2 есе артық балық бар. Қалған балықтар 3-ші аквариумда. 3-ші аквариумда неше балық бар? Енді біздер бұл берілген есептің шартын құрамыз. Есеп шарты бойынша бірінші, біздер 2-ші аквариумдағы балықтардың санын шығарып аламыз. Ол 109-дан 2 есе артық болды. Яғни 109 бөлу 2 218. Екінші орындалатыны ол 1-ші аквариум мен 2-ші аквариумдегі балықтардың санын шығарамыз. 109 қосу 218 тең 327. Енді 3-ші аквариумдағы қанша балық бар екенін білу үшін барлық балықтардың ішінен 1-ші және 2-ші аквариумда балықтардың санын азайту арқылы табамыз. 485 азайту 327 тең 158. Олай болса, есептің жауабы бойынша 3-ші аквариумда 158 балық бар. Енді балалар, біз берілген есептің шығару жолдарын жеке тәсілдер арқылы орындадық. Енді бұл есептің шешілуін күрделі өрнектер, яғни амалдардың бірнешеуін қатыстыра отырып, былай жазуымызға болады екен. 485 азайту жақшаның ішінде 109 пен қосамыз 109 пен 2-ның көбейтіндісін, өрнектің мәні 158. Өте тамаша, балалар. Біздер алтын балықтың берген тапсырмасын сәтті орындадық деп ойлаймын. Балалар, біздер алтын балықтың тапсырмаларын орындадық па? Олай болса,
Біздің кейіпкеріміз бәрімізді елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан Думан мұхит бағына саяхаттауға шақырды. Елордада бірнеше жылдан бері мұхиттан 3000 шақырымнан астам қашықтықта орналасқан әлемдегі жалғыз бірегей мұхит бағы океанариум жұмыс істеп келеді. Қала тұрғындары мен қонақтары жыл бойы су асты әлемімен және ерекше теңіз балықтарымен таныса алады. Көрермендер Оңтүстік Америка мен Оңтүстік Шығыс Азиядан, жылы тропикалық өзендерден және ашық теңіздер мен мұхиттардан әкелінген теңіз бен тұщы суда тіршілік ететін 2000-нан астам балықты тамашалай алады. Мұхит бағы жаңа балықтармен толықтырылып тұрады. Қанатты зебра ұзындығы 30 см жыртқыш балық. Арқа және кеуде жүзбе қанаттарындағы ұзын ленталарда өткір улы инелер болады. Мұхит бағындағы әлемдегі ең улы балық бородавчатка немесе тас балық тіршілік етеді. Оның ұзындығы 35-50 см. Қоңыр паку Оңтүстік Америкадағы хакациндердің ең ірі өкілі болып табылады және ұзындығы 1,8 метр, салмағы 40 кг жетеді. Мұхит бағының басты мекендеушілері акулалар. Атлант мұхитында және Тынық мұхитының шығыс бөлігінде 130 метрге дейінгі тереңдікте тіршілік ететін мұртты күтуші акула да бар. Күтуші акулалар түнде шығады. Думанда ақ жүзбе қанатты рифтік акула да бар. Оның ерекшелігі жүзбе қанаттарының басы ақ болады. Мұхит бағына келушілер акула, теңіз тасбақалары және тағы басқа теңіз балықтарын тамашалай алады. Тәжірибелі нұсқаушының жетекшілігімен көлемі 3 миллион литрлік теңіз суына түсуге де болады. Бұдан басқа Думанда тұщы немесе теңіз суынан жеке аквариум жасап алуға мүмкіншілік бар. Балалар, енді өздеріңіз көргендей, Астана мұхит бағындағы жыртқыш балықтар, соның ішінде қоңыр паку мен мұртты күтуші акула тіршілік ететінін білдік. Енді осы жыртқыш балықтар туралы есеп шығарып қараймыз. Жеке жұмысқа беріледі. Қоңыр пакудың ұзындығы 1 метр 8 см, ал күтуші акула одан 4 есе ұзын. Күтуші акула қоңыр пакуден неше сантиметр ұзын. Енді балалар, бұл есептің шешуін біздер өткен сабақтарымызға назар аударып, есімізге түсіріп, қайталау арқылы орындаймыз. Біздер 1 метр 8 сантиметрді өрнектеу арқылы 1 метрде 100 сантиметр екенін білеміз. Олай болса, қоңыр пакудың ұзындығын 108 сантиметр қылып өрнектеп аламыз. Бұл берілген сандардағы 108 3-тен болсан, оның ондық разряды 0 арқылы көрсетілген. Көбейту мәнін орындаған кезде біздер бірліктердің көбейтіндісін 1-ден 32 жазамыз және жүздіктердің көбейтіндісі 4. Олай болса 108 көбейту 4, 432-ге тең. Есебіміздегі қоңыр пакудың ұзындығы 432 сантиметрге тең. Енді екі балықтың айырмашылығын табу үшін үлкен саннан кіші санға азайтамыз. 432 азайту 108 тең 324 сантиметр. Олай болса күтуші акула қоңыр пакуден 324 сантиметрге ұзын. Бұдан басқа да Астана мұхит бағында улы балықтар бар. Қанатты зебраның массасы шамамен 816 грамм, ал әлемдегі ең улы балық тас балықтың массасы одан 4 есе жеңіл. Қанатты зебра тас балықтан неше грамм ауыр? Осы есептің шешілуін баған түрінде бөлу амалымен орындаймыз. Қалдықпен бөлу тақырыбын есімізге түсіреміз. Яғни кіші санды үлкен санға бөлген кезде 0 шығады да, санымыз 1-дің өзі қалдық болып қалады екен. Олай болса, берілген өрнектің мәні 204. Есебіміздегі тас балықтың массасы 204 граммға тең болды. Енді қанатты зебраны салмағын табу үшін 816-дан 204-ті азайтамыз. Есебіміздің жауабы қанатты зебра тас балықтан 612 грамм ауыр. Жұмысымыз сәтті орындалды, өте тамаша балалар. Балалар, біздер мұхит бақтағы балықтардың ұзындықтарының әртүрлі болатынын байқадық. Олай болса, ұзындықтың өлшем бірліктерін өрнектеу арқылы мына берілген тапсырманы орындаймыз. Өлшемдерді сантиметрмен және миллиметрмен өрнекте. Енді балалар, жауаптарымызды тексеріп қарайық. Жауап дұрыс. Өте жақсы балалар. Парталас достарымызды еске алып, жұптасып қазір берілген тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші тапсырма баған түрінде жазып, есептеп, дұрыстығын тексер.
Мында енді көк жолақтың ішінде тұрған тапсырмаларды ұлдар орындаймыз да, тапсырмадағы жұмыстарды қыздар орындайық. Енді балалар, жұмыстарымызды тексереміз. Өте жақсы балалар, өздеріңіз байқап отырсыздар, бұл берілген өрнектердегі 3 таңбалы сандардың ондық разрядтары 0 берілген, ал бөлімдердегі ондық разрядтар 0 шыққанын байқап отырсыздар. Жұмысымызды сәтті орындадық. Енді балалар, топтасып бірігіп жұмыс жасайық. Кім шапшаң екен? Берілген тапсырмалардағы дұрыс қойылған өрнекті белгілеп, оның мәнін тап. Өрнектің дұрысына белгі қоясыздар. Берілген өрнектердің мәнін тауып есептейік. Енді балалар, жауаптарымызды тексерейік. Берілген өрнекте 86 мен 19-дан қосындысын жақшаға аламыз және оны 5-ке көбейтеміз. Бұл өрнектің мәні 525. Жауапты тексереміз. Дұрыс, өте жақсы. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. 318 бен 3-тің бөліндісін 6-ға көбейту. Берілген өрнектің мәні 636. Жауабымызды тексереміз. Дұрыс. 208-ді көбейтеміз 32 мен 8-дің бөліндісіне. Бұнда берілген өрнектегі екінші көбейткішіміз 32 мен 8-ді жақшаға алып орындаймыз. Егер ол жақшаға алынбаған жағдай болса, онда амалдардың орындалу реті бойынша 208 бен 32-ні көбейтілсе, бірінші орында алып кетеді. Сондықтан берілген өрнегімізді дұрыс белгіледік. Жауабы 832. Тексереміз. Дұрыс. Өте жақсы балалар. 516 мен 340-тың қосындысын 8-ге бөлу өрнегі. Қосындыны жақшаға аламыз. Өрнектің мәні 107. Жауапты тексереміз. Дұрыс. Өте тамаша. 648-ді бөлеміз 2 мен 3-тің көбейтіндісіне. Бұл өрнекте де жаңа өздеріңіз байқағанда 2 мен 3-тің көбейтіндісін жақшаға аламыз. Өрнектің мәні 108. Тексереміз жауабымызды. Дұрыс. Енді келесі өрнектегі 204 мен 3-тің көбейтіндісін 6-ға бөлу. Бұнда жақша алынбайды, себебі амалдың орындалу реті бойынша сол жақтан бастап көбейту амалы, содан кейін орналасқан бөлу амалы орындалады. Өрнектің мәні 102. Жауапты тексереміз. Өте жақсы. Жауабымыз дұрыс болып шықты. Өздеріңіз байқап отырсыздар ма, балалар, берілген өрнектердегі 3 таңбалы санның ондық разрядтары 0 арқылы көрсетілген. Бұндай жағдайда тез есептеу тәсілі бойынша бірліктің көбейтіндісінің мәнін бірлік пен ондық разрядқа жазатынымызды есімізге сақтап қаламыз. Балалар, біздермен бірге достарымыз мұхит баққа 4 қыз келді. Олар Айман, Жанар, Самал, Раушан. Олардың екеуі құрдас. Самалдың жасы Айманнан үлкен, ал Айманның жасы Раушаннан кіші екені белгілі. Самалдың жасы Жанардан кіші, ал Жанардың жасы Раушаннан үлкен екені белгілі. Қай қыздар құрдас? Ойланайық балалар. Осы қыздардың ішіндегі Раушан мен Самал құрдас. Енді балалар, жауабымызды тексеріп көрейік. Өте дұрыс балалар. Балалар, бүгінгі сабағымыз бойынша барлық тапсырмаларды түсініп орындадық. Үйге тапсырмаға 136-шы сабақтың 5-ші тапсырманы орындаймыз. Сызба бойынша өрнек құрастырып, оның мәнін табамыз. Әйнекшелердің орнына тиісті санды қою арқылы өрнектің мәнін есептейміз. Балалар, сіздерге қалай жұмыс істеу оңай әрі ыңғайлы болды? Жұппен бе, топпен бе, әлде жеке ме? Олай болса, бірігіп жұмыс жасаған сыныптастарымызға алғысымызды білдіреміз. Енді балалар, бүгінгі орындаған тапсырмаларымыз бойынша дәптерлеріміздің бір тор көзіне дөңгелектің суретін саламыз. Егер саған сабақты көңілді болып жақсы түсінген болсаң, жасыл түспен бояймыз. Егер сен толық түсінбеген болсаң, сары түспен бояймыз. Ал егер саған сабақ ұнамаған болса, онда қызыл түспен бояйсыздар. Осымен балалар, алтын балықтың көмегімен мұхит баққа саябағымызды аяқтадық. Бүгінгі сабағымыздың дескриптор бөліндінің мәнінің бір разрядында, соның ішінде ондық разрядында 0 шығатын жазбаша бөлуді және оған кері амал алгоритмін қолданып, бөліндінің мәнінің бір разрядында, соның ішінде ондық разрядында 0 шығатын жазбаша бөлуді және оған кері амал алгоритмін қолданып жұмыс орындадық және жұмысымызды тексердік. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың мақсаты орындалды. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.